Баршаларыңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен осындай барлық үйде бар әрі қолжетімді заттардан жасалатын өте дәмді, өте жұмсақ булочкалардың рецептімен бөлісетін боламын. Ал ендеше бастаймыз. Ең алдымен бізге бөлме температурасындағы сүт және ашытқы керек болады. Ашытқымыз ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Одан соң шым тұзбен шекер қажет. Оның үстіне бір жұмыртқамызды салып, жақсылап сұйықтығымыз біріккенше араластырып аламыз. Одан соң бөлме температурасындағы сармай немесе ерітілген сармайды салып, сұйықтығымызды біркелкі болғанша араластырып аламыз. Енді осы дайын болған сұйықтығымыздың үстіне ұнымызды саламыз. Ұнымызды алғашында венчикпен араластырып, кейін қолмен елесеңіздер де болады. Және де ұнды бөліп салған дұрыс, себебі әр ұнның тығыздығы әртүрлі болғандықтан мен жазған мөлшерден де көбірек салып жүрсеңіздер, қамырларыңыз қатты шығып қалуы мүмкін. Булочкалардың жақсы шығуы ол әрине қамырдың жұмсақтығымен жақсы үйленуіне байланысты болады. Жақсылап қамырды мөлдір етіп, ешқандай іртігі қалдырмайынша жұмсақ етіп илеп аласыздар да бетін пищевая пленкамен немесе орамалмен жауып, жылы жерге 2 сағатқа қойып қойыңыздар. Бізде осындай өте жақсы көтеріліп шыққан әрі жұмсақ қамырымыз дайын болды. Енді тегіштерге немесе тақтайдың үстіне кішкене ұн сеуіп, қамырымызды ыдысымыздан босатып, кішкене ұнның үстіне ауанатып, илеп жібереміз. Қамырларымызды осы сопақша етіп орналастырып аламыз. Енді көз мөлшерімен немесе таразының көмегімен өздеріңіз кесіп алсаңыздар болады. Мен әрқайсысын 95 граммнан таразымен өлшеп алдым. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Мен сіздерде алда көптеген оригинал рецепттермен бөлісетін боламын. Барлық тағамдардың көбісі айта бермейтін құпиялармен де бөлісіп тұрамын. Міне қыздар, мен қамырларымды осылай дөңгелек етіп орналастырып алдым. Енді бұларды 15 минутқа бетін жауып қоямыз. Бізде осылай қамырларымыз жақсылап көтеріліп шықты. Енді формасына келтіреміз. Мен ортасына осылай кәдімгі папкашканың қақпағын алып, жан-жағын кішкене күлтешелерге кесіп, осылайынан гүл формасына келтірдім. Қандай формаға келтірсеңіздер де өздеріңіздің еріктеріңіз өздеріңізге қалай ұнайды, солай жасасаңыздар болады. Маған осылай жасаған әдемі көрінетін сияқты. Осылайынан жақсылап жасап аласыздар. Қыздар, мен мөлшері мен құрамдарын барлығын описанияға жазып қалдырамын, сол жерден қарасаңыздар болады. Енді табамызға бұларды жақсылап тұрып орналастырып аламыз. Арасы кішкене ашық болған дұрыс, себебі пісірген уақытта ісініп бір-бірлеріне жабысып қалуы мүмкін. Енді оларды біз 15 минутқа жылы жерге жібереміз. Енді біз олардың ортасындағы начинкасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 2 қасық мак пен кәдімгі шекер қажет болады. Енді екеуін жақсылап араластырамыз. Міне бізде начинкасы дайын. Енді бізде 15-20 минуттай тұрған булочкаларымыз осындай ісініп дайын болды. Енді үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, ортасына жаңағы дайындаған начинкамызды салып, әрқайсының ішіне жақсылап бұларды 180 немесе 150 градуста ысып тұрған пешке жібереміз. Міне қыздар, менде осындай әдемі әрі жұмсақ қызып тұрған булочкалар дайын болды. Енді бұлардың бетін жауып 15 минутқа жіберсеңіздер, одан сайын жұмсақ болып шығады. Міне қыздар, мен сіздерге қалай жұмсақ болып шығатынын көрсетейін. Осындай үлпілдеп әрі дәмді жұмсақ болып шығады. Бетіне сахарный пудра себіп, осылай әсемдеп қойсаңыздар да болады. Қыздар, аз болсын, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған болса, видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет.